Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Асүйге арналған ескі жиһазға біз қазір әдемілік сыйлайық деп жатырмыз. Ол үшін міндетті түрде мебельге арналған жақсы краска таңдадық. Бағасы небәрі 9 000 теңге болды. Мебельді сатып алатын болсақ, жоқ дегенде 100 000 теңгеден жоғары болады. Бізге бұл жиһаз ұнайды өзімізге, сондықтан жаңашылдық сыйлап, әдемі бір өзгеріске енгізейік деп жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. До және послені міндетті түрде сіздерге көрсететін боламыз. Біз алған кезде бұл жиһаздың түсі осындай болған. Бұл қазір ескі, енді мынау жаңасы. Сіздерге қалай, ұнады ма жұмыс? Видеоны қайтадан қарасаңыздар, губка мен бояу арқылы жиһазға әдемілік сыйладық. Ремонт жасалып жатқандықтан сіздер шашылып жатқан жиһаздарға, заттарға мүлдем көңіл бөлмеңіздер, ең бас қабырғадағы әдемілікке қараңыздар. Бұл жерде біз декоративный штукатурка Ленарда қолдандық. Ленарданы қалаған түсіңізде өзіңіз істей аласыз. Мен мысалы Ленарданы сатып алған жоқпын материалын. Оны қарапайым финиш, яғни бір қабы бізде 1,5 теңге тұратын финишпен жасап шықты. Және үстіне өзіміз қалауымызша лак қолдандық. Біз серебро лак қолдандық. Және де жууға арналған декоративная штукатурка мокрый шелк қолдандық. Мокрый шелкті өздеріңіз қалаған түсте сатып ала аласыздар, қалаған түсте қолдана аласыздар. Біздің таңдауымыз осындай көк свет болды. Бұл бізде ескі кухня болған, кухнядан комната жасадық. Дизайнер өздеріңіз қалаған уақытта қалаған өзгеріске енгізе аласыздар. Тек өздеріңізге сеніммен қарасаңыздар болды. Мен кішігірім кіреберіс коридорына тура осындай венецианка мрамор жасадым. Жалпы менің YouTube каналыма тіркеліңіздер, қоңыраушаны басыңыздар, алда небір қызықтар бар. Көріскенше.